Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен ПП лазаньяның рецептімен бөлісетін боламын. Көп уақытыңызды алмайды, әрі өте дәмді болып шығады. Әдеттегідей барлық керек ингредиенттердің мөлшерін описаниеда қалдырамын. Рецебі өте оңай. Бешамель соусының орнына осындай грек йогуртын пайдаланатын боламын. Ең алдымен пияз бен помидорымызды ұсақтап турап аламыз. Одан кейін сковородкамызды орташа отта қыздырып, ең алдымен фаршты салатын боламыз. Одан кейін пияз, помидор, дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка қосып, барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып бұқтырып қоямыз. Шамамен 10 минуттай бұқтырылғаннан кейін фарштың өзінің суы шығады. Осы кезде мен бір ас қасық томат пастасын қосып жібердім. Және фарштың суы аздау болса, кішкене мөлшерде су құйып жіберсеңіз болады. Су қосқаннан кейін тағы да бір 5-10 минуттай бұқтырамыз. Одан кейін плитамызды өшіреміз. Фаршымыз дайын. Дайын фаршты мен басқа бір ыдысқа салып алдым. Барлық ингредиенттеріміз дайын болды. Енді тек лазаньяны жинау ғана қалды. Ең алдымен формамызға осындай дайын лазаньяға арналған лепешкамызды салатын боламыз. Оның бетінен грек йогуртын жағамыз. Бұл бізде бешамель соусының орнына. Грек йогуртынан кейін екінші фарштан дайын салмамызды саламыз. Келесі қайтадан лазаньяға арналған лепешканы салып, бетінен грек йогуртын жағамыз. Одан кейін қайтадан фаршты салатын боламыз. Осылай кезекпен барлық ингредиенттер біткенше және формамыз толғанша салып шығамыз. Фарштың дәл осы видеодағыдай сорпалы болғаны жақсы, себебі бізде сұйықтау бешамель соусы жоқ, грек йогурты кішкене қоюлау болып келеді. Сондықтан лазаньяға арналған жапырақтар жұмсақ, жақсы болып пісіп шығуы үшін осындай фарштың сорпалы болғаны дұрыс. Ең соңғы қабат бізде сыр болады. Бетіне сырды жақсылап сеуіп, алдын ала қызып тұрған духовкада 180 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз. Лазаньямыз дайын, өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер сіздерге дұрыс тамақтану және салмақ тастау жайлы қызық болса, менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен салмақ тастау кезінде тамақтарды қалай дайындадым, солардың барлығының рецептімен бөлісетін боламын. YouTube каналымнан өзіміз күнделікті өмірде дайындайтын түрлі тамақтардың ПП рецепттерін таба аласыздар. Егер рецептім ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бұл лазаньяның жанына осындай балғын көкөністерден дайындалған салатты қосып жеуді ұсынамын.